Söyle. Ağamda 10 alma var. Saniyesi? 10. Сұрақ қоя ғой. Ağamda neçe alma var? Жақсы, қандай санесін жатады екен? Есептік. Жақсы. Дұрыс айта ғой. Сөйле бұл. Нұржан мен Гүлім 20 күн отырғызды. Санесін? 20. Сұрақ қоя ғой. Нұржан мен Гүлім қанша күн отырғызды? Жақсы, қандай санесін жатады екен? Есептік санесінде. Жақсы. Ала берген ғой. Арман бүгін 5 алды. Жақсы. Санесін 5. жақсы сұрақ қоя ғой. Арман бүгін неше алды? Қандай санесін жатады екен? Есептік санесінге жатады. Дұрыс екен балалар? Жақсы. Әсен алды ғой. Менің досым жүгіру жарысынан 1-ші орын алды. Санесін? 1-ші. Жақсы. Сұрақ қоя ғой. Менің досым жүгіру жарысынан нешінші орын алды? Жақсы. Қандай санесін жатады екен? Ертік санесінде жатады. Жақсы. Жұлдызай oldu ғой. Анам 45 жаста. Санесін? 45. Жақсы сұрақ қоя ғой. Анам қанша жаста? Қандай санесін жатады екен? Есептік санесінде жатады. 45 жаста. Жақсы. Балалар, қарай келе ғой. Санесін деген бізде? Санесін сарттың ретін, санын білдіретін сөздерді санесін емес. Жақсы. Санесінің сұрағы ерлан айта ғой. Санесінің сұрағы. Қанша нешінші? Жақсы. Қанша нешінші? Жақсы. Енді санесін бер. Құттырды айта ғой. Мағынасына қарай нешеге бөлінеді екен? Мағынасына қарай үшке бөлінеді. Қандай? Есептік, Дұрыс. бестік, Жинақшылық. Жақсы отыра ғой. Жақсы. Енді санесін бар қарай тұлғасына қарай нешеге бөлінеді екен? Санесін тұлғасына қарай 2-ге бөлінеді. Қандай? Дара және күрделі. Дұрыс айттық па балалар? Ойлаған шықпайды балалар? Тұлғасына қарай. Ойлаған қайсысы? Негізгі және туынды. Жақсы. Енді санесін құрамына қарай нешеге бөлінеді? Ал айта ғой. дара және күрделі. Сол фазылдар арқылы түске қарай топтасамыз. Қаламдарды елімді алған. Жақсы. Ал енді фазылды тастайды. Жеті саны тағы? 5 сан. Жақсы балалар. 3 сандардың суретін енді қараңдаршы. Осы сандар тарихы туралы біз не білеміз? Ойланайық, кішкене сандар тарихы туралы не білеміз? Мысалға 7 саны туралы не білеміз? Жаңағыдай? 7 шеңбек. Жақсы, 7 шеңбек бар екен. Тағы да? 7 қарақшы. 7 қарақшы. 7 қазына. Тағы да бегінің. 7 ата. 7 ата бар екен. Тағы 5 санына қатысты не бар екен? Арда? 5 қару. 5 қару. 5 саусақ. 5 саусақ дұрыс екен. 5 арыз. Отыра қой тағы. 5 деген баға. 5 деген баға. Жақсы балалар. Енді олай болса, осы 7, 5, 3 сандарына сұрақ қояйықшы. Жалпы сұрақ қояйықшы. Ал айта ғой. Қанша? 7. Жақсы, ерхан. Неше? 5. Неше? 3. Неше? 5. Неше? 5. Енді қараңдар. Қанша, неше сұрағына жауап берсе ол қандай санесін болады екен? Жақсы. Енді балалар, осы санесіндерге інші жұрнағын жалғап көрейікші. 7-ге. 7 сан арда? 7-ші. 7-ші. 5 санына қайсыда? 5-ші. 5-ші. Енді балалар біз қандай санесін жасадық? Ретті санесін. Жақсы. Олай болса балалар, менің сендерді санмен бөлу себебім де осы болды. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы су тіршілігі көзіндегі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан. Бұл сабақпен біз таныспыз, иә? Жақсы балалар, бізде мынадай
аудио-видео жазба мазмұны бойынша айтылған пікірге өз көзқарасын білдіру және есептік, реттік санесіндегі айырмашылығын анықтау. Тыңдадық қой, балдар, тыңдалым бар екен, жазба бар екен, тексттер бар екен. Енді осыған қарай қандай критерий құрастырып жіберейікші. Критерий құрастырайықшы. Ал, Астина. Сұрақтарға жауап беру. Жақсы, болады. Айым. Есептік сан есімді анықтау. Критерийі, бағалау критерийі. Бүгін біз осы критерий бойынша жұмыс жасаймыз болады. Тыңдаған мәтін бойынша тек сөзді белгілей алады, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, және аудио бейне жазба мазмұны бойынша өз ойын айту, сұрақтарға жауап беру, есептік реттік сан есімдерді анықтаймыз және кесте сызба арқылы жұмыс жасаймыз. Жақсы балалар. Енді сендердің алдыларында өзін-өзі бағалау парағы тұр балалар. Қараңдаршы. Социометрия әдісін қолданамыз. Бұл жерде балалар осы сабақ барысында өтілетін тапсырмалардың барлығы түрлі түсті яшықтарда берілген. Және бұл 3 деңгейге бөлінген. Көп ізденуінде орташа, жақсы және өте жақсы. Сабақ барысында қаншалықты жауап бергендеріне қарай, өз деңгейлеріне қарай. Балалар, енді топта бір-бірімізбен ақылдасамыз, бір-біріміздің ойымызды тыңдаймыз, өйткені бізде бірлескен топтық жұмыс болу керек. Даусымызды шығарамыз. Келесі сөзді оқиық. Гүл. Гүл. Жақсы балалар. Сұрақ қоямыз. Сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Жақсы. Келесі сөзді оқиық балалар. Көк. Жақсы сөйлейді. Өте жақсы мына топ жақсы жұмыс жасап жатыр. Келесі сөзді оқиық. Аян. Ең үстінде сан есімді. Дәулет, қатысамыз. Келесі сөзді оқиық. Аралар. Жақсы, келесі сөзді оқиық. Екеу. Сұрақ қою арқылы анықтаймыз, балалар. Мирас, сұрақ қоямыз. Жақсы, болдық па? Болдық па? Енді балалар тексерейік. Фишкаларымызға қараймыз, түрлі түсті қалай орналасқан екен. Жақсы, келді. Дұрыс келді ма? Жақсы, тексерейік. Қай жерде қате кетті деп ойлайсыз? Бар ма? Мирас, сендерде қате бар ма? Қате жоқ, сендерде ше? Сендерде ше қандай? Қате жоқ. Жақсы, өте жақсы. Жазылдар екен. Қанекей. Оқулықтағы 48-ші жаттығу. Алина, оқи қойшы. 48-ші жаттығу сандарды сөзбен жаз. Жақсы. Алғашқы екі санды оқи қойшы. 4-5 кел тақтаға жаза қой. Балалар, дәптерді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Кәмпей. Көрген айлат әдемі жазамыз балалар. Денемізді бір ұстайық, бір ұстайық. Жақсы, келесі. Жаннұр, келесі екі сөзді оқи қой. 6-7 кел жаза қой.
Қандай балалар, дұрыс па? Қараңдаршы. Дұрыс па орындаған, иә? Жақсы. Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қорытында болады. Кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшылар айдалады. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпты толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу жауады. арқылы жасалынған жердерді туынды сан есімдейміз. Туынды сан есімге журнал жалғану арқылы жасалады. Сан есім журналға жалғану арқылы жасалады. Жақсы. Кәдімгі ұсыныс пікірлерің бар ма, балалар? Қосатындарың бар ма? Дұрыс айтты ма? Жақсы. Олай болса бағалайық, кәдімгі отыра қояйық. Тек қана артығында аламыз. Жақсы, ойнаймыз. Жақсы, балалар. Қандай диаграмма шықты екен? Егер де енді бүгінгі сабақтан біз қандай ой түйдік? Айтып жіберейікші. Бүгінгі сабақтан қандай ой түйдік? Нені білдік, нені үйрендік? Ережелеріне еске Еске түсіп,